Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып, лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Луиза Хей, 21 күнде бақытты болудың құпиясы. 3-ші күн. Өзіңізбен не жайында сөйлесесіз? Бүгін сіз жылдар бойы санаңызда әбден сіңісті болған ұғым-түсініктерді өзгерту, жағымсыз ойлардан арылу жайында молырақ мәлімет аласыз, сөйтіп дәл қазіргі сәтте өмір сүруге көшесіз. Сонымен айнамен жұмыстың 3-ші күніне де келіп жеттік. Жан досыңыз айнамен арада тығыз бір байланыстың орнағанын сезесіз бе? Күнделікті айнамен жұмыс істеу кезінде біртіндеп өз-өзіңізге ғашық бола бастайсыз. Күн өткен сайын позитивті аффирмацияларды айту және оған шын көңілмен сену жеңілдей түседі. Өзіңізді жақсы көрудің ең жақсы жолы өткен өміріңіздегі бүкіл жағымсыз ойлардан арылу және қазіргі сәтте өмір сүру. Бүгін мен сізге өз-өзімен сөйлесу деп аталатын миымыздағы әңгіме ауанын өзгерту жайында сөз қозғағым келіп отыр. Біз ең алғашқы тыйымдарды көбіне ата-анамыздан, мұғалімнен және басқа да беделді кісілерден үйренеміз. Бала сияқты жылауды доғар, өмірі бөлмек шашылып жатады, немесе неге төсегіңді жинамайсың деген ескертпелерді талай естіген боларсыз. Сол адамдарға ұнау үшін айтқанын істеуге тырысасыз. Содан кейін жас кезде адамның санасында өзгерді. Мені жақсы көргенін қаласам, ол үшін бірдеңе істеуім керек, әйтпесе жайдан-жай мені кім керек қылсын деген ой еріксіз пайда болады. Осы күйімізде қабылдау мен жақсы көрудің өзіндік шарттары бар деп ойлайсыз. Алайда басқалардың сізді жақтыруы я жақтырмауы олардың өз құндылықтарына негізделгенін және сіздің өз-өзіңізді қалай бағалайтыныңызға еш қатысы жоқ екенін есте ұстаған жөн. Осы өміріміздегі алғашқы тыйымдар өзімізбен сөйлесуге ықпал етеді. Өз-өзіңмен болатын ішкі әңгіме өте маңызды, өйткені ол біздің сыртқы әлемге дауыстап айтатын сөздеріміздің негізіне айналады. Сөйтіп, біз өмір сүретін психикалық атмосфераны қалыптастырады және түрлі тәжірибені бізге қарай тартады. Егер өзімізді төмендететін болсақ, өмірдің мәні біз үшін көк тиынға татымайды. Ал егер өзімізді жақсы көріп бағаласақ, онда өмір шат-шадыман ғажайып сыйға айналады. Өміріңіз бақытсыздыққа толы болса, немесе осы күніңізге көңіліңіз толмаса, ата-анаңызды немесе Құдайды кінәлап, мұның бәрі солардың кесірінен деп айта салу өте оңай. Алайда соларды кінәлағанның өзінде жағдайыңыз бірден жеңілдеп кенет бақытты болып кетпейсіз. Проблема сол күйінше қала береді. Біреуді айыптау сізге еркіндік әкелмейді. Сөздің құдіреті күшті. Сондықтан айтатын әр сөзіңізге мұқият ден қойыңыз. Егер негативті немесе ойыңызды шектейтін сөздер айтқаныңызды байқасаңыз, оларды түзетуге болады. Мысалы, бір жайсыз жағдайды естісем, оны бірден айналамдағы адамдарға жеткізуге асықпаймын. Естідің бе? Иә, сол жеткілікті. Әрі қарай оны таратудың қажеті жоқ. Ұмытамын. Ал егер жақсы бір әңгіме құлағыма шалынса, барлығымен бөлісемін. Көпшілік ортада адамдардың не айтып жатқанын және қалай айтып жатқанын шын көңілмен құлақ түріп тыңдаңыз. Сол адамның аузынан шыққан сөзді оның өмірінде бастан кешкен жағдайлармен байланыстыра аласыз ба, соған мән беріңіз. Өте көп адам өз өмірін бүйтуім керек, сөйтуім керек деген шектеулермен бұғаулап тастаған. Керек менің құлағым өте жиі еститін сөз. Естіген сайын қоңырау соғылатын сияқты. Мен адамдардың осыны бір параграфта 12 мәрте қайталағанын естідім. Дәл осы адамдар өз тағдырының неге соншалықты қатал екенін немесе басынан өткен бір жайды ұмыта алмай жүргенін айтып шағымданады. Өздері өзгерте алмайтын жайттар үшін күйіп піседі. Кейде біреулердің қате шешім қабылдауына үлес қосып, кейде өз қатесіне қате жамап қолы еш босамайды. Айнамен жұмыс кезінде өзіңіз жайлы тек жақсы сөздер айтыңыз және оны жағымды аффирмация қайталау арқылы одан сайын бекітіп отырыңыз. Солай өзіңізбен ішкі диалогке позитив әкелесіз. Бала кезден келе жатқан кез келген жағымсыз пікірді өңін айналдырып жақсы жағына өзгерте аласыз. Мысалы, өмірі ештеңені дұрыс істемейсің деген сөзді мен қабілетті адамын, жолымда кездескен кез келген істі дөңгелетіп әкетемін деген аффирмацияға айналдыруға болады. Өзіңізді және басқаларды тыңдау арқылы жалпы не айтқаныңызды қалай және не үшін айтып жатқаныңызды жақсырақ біле бастайсыз.
Оны білу ішкі диалогты денеңіз бен ақыл-ойыңызды дәлелденетін және емдейтін аффирмацияға айналдыруға көмектеседі. Өзіңізді жақсы көрудің керемет әдісі емес пе? Қане аффирмация жасайық. Мен өткен өмірімдегі бүкіл жағымсыз ойлардан арыламын. Мен қазіргі сәтте өмір сүремін. Үшінші күннің айна жаттығуы. Бірінші, айнаның алдына барып тұрыңыз не отырыңыз. Үшінші, мына аффирмацияны айтыңыз. Өзіме не десем де оны тек махаббатпен айтамын. Төртінші, қайталаңыз. Айна алдына өзіме не десем де оны тек махаббатпен айтамын. Бесінші, кішкентай кезіңізде естіген сөздер әлі күнге дейін көкейіңізде жүрме. Айталық, сен ақымақсың, сенен дұрыс адам шықпайды, немесе тағы басқа түрлі мазақ сөздер ойға оралуы мүмкін. Негатив сөздермен жұмыс істеуге уақыт бөліңіз және оларды оң аффирмацияға айналдырыңыз. Мен ақылдымын. Мен өзім ойлағаннан әлдеқайда ақылдымын. Мен креатив идеялары астып тасыған кемеңгермін. Мен керемет адаммын. Мен тартымдымын. Мен жақсы көруге лайықпын. Алтыншы, осы жаңа жағымды аффирмациялардың бір-екеуін таңдап оларды қайталай беріңіз. Өзіңізді жайлы сезінгенше айта беріңіз. Жетінші, күні бойы айнаның жанынан өткен сайын немесе әйнектен бейнеңізді көрген сәтте сәл аялдап осы сүйіспеншілікке толы аффирмацияларды қайталаңыз. Ғаламат күш ішіңізде. Үшінші күннің күнделік сұрақтары. Бірінші, бүгін сіз естіген қандай да бір жағымды жаңалықты басқалармен бөлістіңіз бе? Мұны қанша рет қайталағаныңыз және қанша адамға айтқаныңызды жазыңыз. Енді осы адамдарға ертең айтып беру үшін жағымды бір нәрсе жазыңыз. Бұл олардың және айналасындағылардың көңіл күйін көтеріп үміт береді. Екінші, керек сөзін жазыңыз. Жанына оның орнына қолдануға болатын сөздердің тізімін жасаңыз. Мысалы, мүмкін деген сөзден бастай аласыз. Үшінші, бүгін үйренген бірнеше жаңа позитивті аффирмацияларды айнаңызға жапсырып қойыңыз. Сонда оларды көрген сайын бұл жаттығуды қайталайсыз. Үшінші күнгі жүректегі ойлар. Менде әрқашан таңдау бар. Өзіміздің кім екеніміз туралы ақымақ ойлар мен өмірді қалай сүру керектігі жайлы бітпейтін қатаң ережелер көбімізде бар, мойындайықшы. Сөзді қорымыздан істеуім керек, тиіспін, міндеттімін деген сөздерді мәңгілікке алып тастайық. Керек, қажет бізді тұтқынға айналдыратын сөздер. Мұндай сөздерді айтқан сайын өзіміз немесе басқа біреуді қателікке ұрындырамыз. Шын мәнінде бұл сөздердің мағынасы шамамен осындай. Оңып тұрған түгім жоқ, анау айтқандай жақсы емеспін. Тізіміңізден тағы қандай сөздерді алып тастауға болады? Керек сөзі мүмкін ұғымымен алмастырыңыз. Ол таңдау бар екенін және таңдау еркі тек өзіңізде екенін есте ұстауға мүмкіндік береді. Біз өміріміздегі бүкіл іс-әрекетіміз таңдау арқылы жасалатынын білуіміз керек. Расында да сөзсіз істелуі тиіс ештеңе жоқ. Бізде әрқашан таңдау бар. Үшінші күннің медитациясы. Сіз махаббатқа лайықсыз. Үшінші күннің аудиосы. Жан-жағыңыздан түгел махаббат қоршап алған. Өзіңізді бақытты, дені сау және біртұтас жан ретінде елестетіңіз. Өміріңізді бүкіл егжей-тегжейімен өзіңіз қалаған нұсқада көз алдыңызға елестетіңіз. Сіз оған лайықсыз, еш күмәніңіз болмасын. Содан кейін махаббатты жүрегіңізден шығарыңыз және ол денеңізді шипалы күш-қуатпен толтыра бастасын. Сіз орасан зор махаббат шеңберінде отырғанда сүйіспеншілігіңіз бөлмені және бүкіл үйіңізді айналып жүр. Махаббат айналымын сезініңіз. Сізден шыққан сезім зорайып өзіңізге қайта оралады. Махаббат ең күшті емдейтін құдірет. Бүкіл тәніңіз махаббатқа шомылсын. Сіздің өзіңіз махаббатсыз.